Аға айта беріңіз. Өз ойыңызда не? Бүгін қалай, не үшін Мирболатты осылай істеп отыр? Енді Мирболатқа келгенде бүгін бұлар егерде Мирболатты шығармай қазақ тілін қолдаған үшін Мирболатты соттайтын болса, онда мына қазағымның өлгені. Дұрыс айтады. Тілі жоқ адам өлгенмен бірдей. Расул Хамзатов айтады ғой. Егер сенің тілің ертең өледі десе, мен бүгін өлер едім деп. Міне қазақтар бүгін өлгеніміз дұрыс. Егерде мына Мирболат соттап осы қазақ тілі үшін күрескен күрескерді осындай жағдайға жеткізсе, бұл өз жерімізде жүріп, қазағымыз Қазақстанда жүріп, осындай бейшаралық халге түскенімізге мен өз басым қазір налып тұрмын. Өте дұрыс. Журналистердің бәрін Өте заңды. ешкімнің аузы ашылмай жатқанда мынау енді сұмдық болды. Қазақ тілі өлсе, біздің де өлгеніміз. Біз ешкімге керек жоқ. Біз қазақтарға да керекпіз. Қайдасыңдар, қазақтар, ояныңдар. Сайлауға дұрыс айтады. Әркім өзінің пікірін айтады ғой, болды ғой.